Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен барша әлемге танымал, өте керемет, ең дәмді бөлкелер синнабонның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл бөлкелерге корица қосылып жасалады және де жұп-жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ең бірінші жылы сүтке қантты қосып араластырып аламыз. Кейін құрғақ ашытқыны салып, 10 минут шамасында қойып қоямыз. Кейін оның үстіне 2 жұмыртқа, тұз және де сары майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де електен өткізілген ұнды салып, жұп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Енді осы дайын қамырдың үстіне орамал немесе целлофан жауып, жылы жерге шамамен 1 сағатқа қоямыз. Мен осылай пешке ешқандай градус қоймай, тек жарығын қосып салып қоямын. Менде осылай қамыр 25-30 минутта көтеріледі. Енді сол уақыт аралығында ортасына салатын қант пен корицаны араластырып, дайындап қоямыз. Біздің қамырдың көлемі осылай 2-3 есеге көтерілді. Енді дайындайтын орнымызға сәл ұн сеуіп, қамырды тік 4 бұрышты формада жайып аламыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болу қажет. Енді осы қамырымызға жұмсақ сары майды жағып, үстіне жаңағы араластырған қант пен корицаны біркелкілеп себеміз. Енді осы қамырды осылай видеодағыдай біркелкілеп рулетке ораймыз. Енді бірдей бөліктерге кесеміз. Мен алдымен осылай 3 бөлікке, кейін әрбірін 4 бөлікке белгілеп аламын. Сонда 12 дана шығады. Езілмей әдемі кесілуі үшін мен жіпті қолданамын. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, сіздерде де әдемі біркелкі болып шығады. Енді біз осы бөлкелерімізді не пергамент төселген, не мен сияқты сары май жағылған ыдысқа саламыз. Барлығын салып болған соң, осылай бетіне орамал жауып, 15-20 минутқа тағы көтерілу үшін қойып қоямыз. Осы уақытта пешті 180 градусқа қыздырып қоюларыңыз керек. Міне біздің бөлкелер біршама көтерілді. 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 25-30 минут шамасына пісіреміз. Біздің синнабондар пісті. Енді үстіне жағатын кремді дайындаймыз.
Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын және де сары майды қосып араластырамыз және бөлкелеріміздің үстіне жағамыз. Егер сүзбелі ірімшік таба алмай жатсаңыздар, қаймақ пен қант ұнтағын қосып та жасай аласыздар. Барлық керекті ингредиенттер видео астындағы сипаттамада жазылған. Міне, біздің атақты синнабондарымыз дайын болды. Олар өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Біздің отбасымыздың ең сүйікті бөлкесі болып табылады. Және де мен өзім ерекше жақсы көремін. Осы синнабондармен шай ішіп, кітап оқып отыру өте керемет. Үйде ешқашан дайындап көрмеген болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Себебі қандай да бір кофейнядағы бөлкелерден дәмі артық болмаса, кем түспейді. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда өте көп рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.